армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз көкбет деп жүрген әйел күйеуінің аяғын 30 жыл жуып келіпті. Осыдан бірнеше жыл бұрын бірге жұмыс істеген әріптес әйелі болды. Мінезі қатал, тіпті ректорға дейін аяқ тартатын. Бетке тарс еткізіп айта салады. Әрине жөнімен. Барды бар, жоқты жоқ дейді. Жағымпаздық бойында жоқ, оны бәріміз білеміз. Алайда әзілі де қатар жүретін. Бірде көкесі мықты бір келіншек кафедра меңгерушісі болып тағайындалды. Ол келіншекті бұл әйел онша ұнатпайтын. Жағымпаз, өсекші, мияулап сөйлейді. Сосын сөзінің аяғын жұтып толық айтпайтын. Содан жан-жақтан жағымпаздар бастық келіншекті құттықтауға кірісті. Бізге ең қызығы жаңа бастықты мінезді әріптестің қалай құттықтайтыны болды. Жай күндері бетіне былш еткізіп ойындық айтып жүрген әріптес әйелді енді қайтер екен? Хош, елдер сыйлыққа дейін сыйлап, сабынсыз кіру іс-шарасын бастап кетті. Бәрі құттықтап болған соң мінезді әйел жаңа бастыққа жақындады да, ал біз де жағымпазданайық елмен қатар. Көкең арқылы қолың жеткен креслоң құтты болсын. Осы орынға сені лайық деп санамаймын, кешір. Сенен де мықтылар бар еді, алайда саған бұйырыпты. Шыт айтса. Енді жоқ абыройды жинасаң, сенің жетістігің сол болмақ, аман болшы деді. Күлкіміз кеп өліп бара жатсақ та үндемедік, ұят қой. Мінезді әйел тағы қосып қойды. Мені құртам деп ойлама, өзің мұрттай ұшасың деп су жаңа бастыққа күле қарады. Жаңа бастық көп істей алмайды. Қылыштың жүзімен жүргендей күй кешті. Жауапкершілік үлкен. Мінезді әйел оны тәрбиелеуін қоймады. Бәріміз айтамыз әлгі әйелге. Ол бастық қой, қоя салыңызшы, онсыз да моралына қиналып кетті деп әзіл шыны аралас. Мені ректорға жамандап кезінде тұқыртқаны сұмдық еді. Сәл бос ұстасаң, бұл секіреді. Сол себепті осылай істеймін деп күледі. Ол әріптеске ректор, декан, кафедра меңгерушісі дегендерін тісі батпайды. Оқитын студентке бесін, сабаққа келмейтін кришасы барларға екісін қойып беретін. Бір беткей жаман қатып қалған. Өте білімді, сауатты. Сонысына қарамастан студенттер оны жақсы көретін. Ерекшелігі бар, керемет білімділігімен, түсінушілігімен баурап алатын қасиетке ие болатын. Бәрі сыртынан әңгіме қылатын. Осы көкбетке күйеуі қалай шыдап жүр екен? Бейшара күйеуін жерге тығып, үнін шықпайтындай етіп есіп тастаған шығар. Әйтпесе, неге бізге күйеуін көрсетпейді? Мүмкін күйеуі жоқ шығар. Мына бәленің мінезі сұмдық қой деген сияқты. Басқа қызметке ауысып, ол әйелмен байланыс үзілді. Кейде хабарласып қоятынмын. Ешқашан отбасы туралы сұраған емеспін. Өзі айтпаса қайтем. Жаңа жылдың алдында сол әйелмен супермаркетте жолығысып қалдық. Сол әдемі қалпы еш өзгермеген. Бірден таныдым, шүйіркелесіп кеттік. Қоярда қоймай үйіне шақырды. Әдемі көлігімен үйіне бардық. Қала шетінде жеке үйде тұрады екен. Біз келген соң артынша жолдасы кірді. Неткен сымбатты кісі деп ойладым. Жымия амандасты. Сыртқы түрінен бір жерде үлкен қызмет атқаратыны көрініп тұр. Немесе жақсы бизнеспен айналысады. Сол сәт апай оның сыртқы киімін алып, киім ілгеш келіп, ілтипат көрсете бастады. Сосын маған, қазір келем, сен жайғаса бер деп теледидарды қосып шығып кетті. 10-15 минуттан кейін ас бөлмеге шақырды. Бірге шай қамына кірістік. Отағасының аяғын жудым деп тырқылдай күлді. Таң қалдым. Сен қыз таң қалма, оның аяғын жуып келе жатқаныма 30 жылдай болды дегенде шынында талып қала жаздадым. Мен оған универ бітіре сала тидім. Менің бір беткей мінезімді ұнатқан екен. 2 жыл соңымда жүрді. Мен де көкіректікке салынып, енді қалай маған жағар екенсің дегендей бас бұрмадым. Ол да қайтпады. Білесің ғой, отличник деген атағым бар. Айқайлап күліп алды да. Егер анам қайтыс болмағанда тимес пе едім. Тағдыр ғой деп ойлаймын. Бітірген жылы анам қайтты. Есеңгіреп жүрген кезімде бұл жігіт маған мықты демеу болды. Бар назым мен еркелігімді, жындылығым мен бір бетке мінезімді көтере білді. Сосын анамның жылынан соң көзімді жұмып
тидім де кеттім. Мен сіздің жолдасыңыз барын білмеппін дедім. Ол күлді. Ешкім білген емес, неғылам оны әлемге әйгілеп. Отбасы менікі, күйеу де менікі. Отбасы құпиясы деген болады. Оған әркімді араластыруға болмайды. Онда отбасының қасиеті кетеді. Кез келген отбасылық кикілжіңді сыртқа жаятын адамдар, әсіресе әйелдер, отбасын жоғалту алдында деп білемін. Мені отағасы қатты сүйді, құрметтейді, аялайды. Ендеше неге мен кекірейе беремін? Сол алғашқы кезде анамнан айырылу маған ауыр, маған зорлық көрсетпей аялатын болсаң, керек десең күнде аяғыңды жуып беремін деп айттым. Ол күлді де, әрине аялаймын, бірақ сен де сөзіңде тұр. Күнде аяғымды жуасың деп күлді. Сол бір ғана сөз шынында жүзеге асатынын білмеппін. Ертеңіне уәдемді орындайын деп тазикке жылы су құйып оны шақырдым. Ол ұяла отырды. Өз күйеуім емес пе? Мені жақсы көреді, мен оны жақсы көремін. Аяғы жуудың несі айып? Сабындап қойып жууға кірістім. Оған ұнаған сияқты. Енді ұнамайшы, біреу нәзік саусақтарымен аяғыңды жылы суды сипалап отырса. Апай рахаттана күлді. Мәссаған, сізде біз білмеген құпия көп екен дедім. Ой, бұл отағасы деген соған үйреніп алды. Бір беткей мінезді менің мұндай нәрсеге жасайтынды күтпеген болса керек. Алғашқы кезде үндемей отыратын, кейін басымнан сипап, алғысын жаудыратын болды. Мен оның аяғын жуып отырғанында әңгімелесеміз. Сондай кезде жақсы әңгімелер өрбиді. Бірде сондай әңгіменің қызығына еліп, 1 сағат аяғын жуғам ғой. Екеуміз әбден күлдік. Отағасының мейірбандығы бір бөлек. Мені аялайтынында сөз жоқ. Аллаға мың алғыс. Осы 30 жыл отасқан өмірімде оған қарсы келген емеспін. Жаман сөз айтпақ түгілі. Қатты сыйлаймын, себебі ол мені аялайды, пікіріме құрметпен қарайды. Алла сыйлаған періштем дейді. Менің де мінезім баршылық қой. Алайда мынадай салиқалы ақылды ер азаматтың алдында өзімді басамын. Лайықты болуы керек деп ойлаймын. Шынымды айтсам, бірдеңе деуге батылым жетпейді. Жүзіне қараймын да жеңіле саламын. Талай қиын кезеңді бастан өткердік. Сонда да шай дескен емеспіз. Өзара сыйластығымыз қымбат. Мені жан жүрегіммен сүйген адам ғой бұл. Мен де соған лайықты болуым керек. Иә, аяғын күнде жуамын осылай деп мен білмеген сырын ақтарды. Ойға шомып кеттім. Сен қыз көп ойлана берме. Мінезді апай қалай аяқ жуып жүр деп. Әркім сыйлағанның құлы. Өте сыйлаймын отағасын. Бір кездері оның фирмасы банкрот болып 2 жыл арбаны өзім сүйрегем. 3 бала кішкентай, үйді залогқа қойдық. 3 жерде жұмыс істеймін. Маған қысым жасалды. Шет жағасын өзіңде білесің. Сонда да шыдадым. Соның бәрін отағасын айтпадым. Күнде 2 аялдама жаяу жүретінмін. Үнемдеген ақшаға редиска укроп алатынмын. Қанша қиналсам да шыдадым. Үйдің бар шығыны мойнымда. Үйге кеш келемін, кіре сала отағасының аяғын жуамын. Ол кейде ұялады, масыл болып отырып несіне хан сияқты аяқ жуғызамын деп. Жуып отырып көп алғыс естимін. Ол айтатын, бағыма бұйырған періштем. Кім ойлаған мінезді арудың осылай аяқ жуып отыратын? Кім ойлаған жұмыссыз қалған күйеуін бір бетке қыздың мойымай асырайтынын? Сенің барыңа шүкір. Аллаға рахмет сені қосағым еткен деп. Иә, кейіннен аяққа тұрып ісі алға басып ақырындап жақсы болып кетті. Қазақстанның 7 облысында компаниясы бар. Қарамағында 1000-нан аса қызметкер. Шүкір осы күніме деп ағынан жарылды. Айтпақшы, анау жаңа көлікті туған күніме сыйлады. Ойламаған жерден. Әйтпесе, қызымызға, ұлымызға бір көліктен мінгізді ғой. Мен таксимен жүретінмін. Правам да жоқ. Еш құнттамаппын. Таңертең осылай бантик таққан көлікті сыйлап тұр ғой деп сықылықтап күлді. Отағасына ұрлана қарадым. Көзінен мейірім мен даналықты көрдім. Бақытты екенін байқау қиын емес. Апай да былқылдай басып еркелігін паш еткендей. Керемет үйлесім. Нағыз махаббат пен сыйластық.